Құрметті оқырмандар, мен өз басымнан өткен оқиғаны айтып берейін. Жасым 40-та, 2 ұл, 1 қызым бар. Күйеуіміз екеуміз де жұмыс жасаймыз. Кейбіреулеріңіз сенесіздер, кейбіреулеріңіз сенбейсіздер. Бірақ осыдан 2 жыл бұрын мен күйеуімнің бір әйелмен жүріп жүргенін естідім. Басында сенген жоқ едім. Басыма жай түскендей болды. Содан не керек, артына адам салдырттым. Сөйтсем, шынымен де сол әйелмен жүреді екен. Ол әйел өзі менімен бірге жұмыс жасайтын болып шықты. Ажырасқан, баласы бар екен. Мен түнгі кезекке жұмысқа кеткенде, күйеуім соған баратын көрінеді. Екінші ұлым әскерде. Қызымды анамның үйіне жібергем. Үлкен ұлым қалада болатын. Ол әйелге барып, сен менің күйеуіммен жүреді екенсің ғой, сен кім едің соншама деп шу шығардым. Ол болса еш шіміркпестен, дәлелің бар ма дейді. Міндетті түрде дәлелдеймін дедім. Сол кезде күйеуім іс сапарда жүрген. Мен оған хабарласып, жұмыстағы қыздармен бірге көлге баратынымды айттым. Бірақ мен көлге барған жоқпын. Киім-кешектерімді жинап, апайымның үйіне барып бірнеше күн сонда болдым. Жұмыстағыларға да көлге кеттім деп айттым. Ол бірнеше рет қоңырау шалды. Телефонды өшіріп тастадым. Сосын кешке жақын түн батқан соң апайымды ертіп, өз үй жағыма барып күйеуімнің үйден шыққанын күттім. 2 күн бойы аңдыдым. Әлі ол әйелге барған жоқ. Сонымен 3-ші күні не керек, апайыма айттым. Кеттік, тағы да аңдиық деп айттым. Ол болды, бармаймын, өтірік ел-жұрт айта береді, күйеуің ондай опасыздыққа барады деп ойламаймын деп сенбей қойды. Бармасаңыз қойыңыз деп киініп шығып кеттім. Сосын сол әйел тұратын үйдің алдына тығылып жүрдім. Қарама-қарсы подъезд болатын. Соған кіріп отырдым. Түнгі 1 болды. Жарықтың бәрі сөнулі. Bir кезде сол әйел тұратын үйге күйеуім кірді. Мен арттарынан бірден бармадым. Жарты сағаттан соң кірдім. Есікті тақылдатып едім, әлгі әйел ашты. Баса көктеп кіріп, ана қатынды бетінен бірақ тырнап, подъезге бірақ сүйредім. Бүкіл үйді басыма көшіріп, міне саған дәлел деп быт-шытын шығардым. Арғы жақ бөлмеден күйеуім шығып келеді. Бізді әрең тоқтатты. Ал әлгі қатынның шашын қолына ұстаттым. Сосын апайымды шақырдым. Міне күйеу балаларыңыз қандай тірлік жасап жүр, маған сенбеп едіңіздер, келіп өз көздеріңізбен көріңіздер дедім. Менің апайымды үйді басына көтеріп айғайлады. Анау әйел болса, сені күйеуің жақсы көрмейді деп әңгіме айтты. Ал күйеуім, мен өз әйелімді жақсы көремін деді де, соңымнан еріп үйге келді. Үйге келген соң тағы да айғай-шу. Ертесіне жұмысқа бардым. Ана әйелдің бетінен түк жоқ. Бейшара бастығыма барып мені шу шығарды деп айтыпты. Мен оның отбасымның шырқын бұзғанын жайып салдым. Ол әйел менің күйеуімді дуалап алыпты деп естідім. Бірақ өзінің істегені алдынан шықты. Қазір ол ауруханада жатыр. Басында ісік пайда болыпты. Ал күйеуім қазір үйден шықпайды. Бірақ әлі де тығылып сол әйелмен сөйлесетін секілді. Біздің арамыздағы жанжалды балалар да сезіп қалды. Ұлым әскерден келді. Әзірге ол ештеңеден хабарсыз. Жақында аяғым ауыр екенін білдім. Күйеуімді іштей әлі кешірмедім. Ары қарай қалай өмір сүретінімді білмеймін. Өтінем, маған ақыл кеңестеріңізді қосыңыздаршы.